Мінекей айналдырып тоқу бітті. Одан кейін мына жерде де тура осындай жаңағы үлкен екеу тоқитын жерге келді. Бұл жерде бір петля тоқып, одан кейін бір воздушный алып, екінші петляны тоқыдым. Енді мына жақтан біріктіріп алуымыз керек. Мына соңғы тұрған петляға біріктіреміз. Мына тартып алып, мінекей ашылды ғой мына жерден. Соңғы петляға. Бұл жерден тоқымай, мінекей мына шығарғанымызды астынан бет тартып аламыз да, мінекей бірігеді. Осыдан кейін бір воздушный петля тоқып, әрі қарай енді біз сумканың келесі бөлігін тоқуды бастаймыз. Яғни ұзартып былай қарай тоқып кетеміз. Бізде мына узор пышный столбик бітті. Әрі қарай басқа узормен тоқитын боламыз. Әрі қарай жаңа бір воздушный тоқығаннан кейін келесі петляларды осылайынан тоқып кете береміз. Мінекей мына петелькалар тұр ғой. Осылардың әрқайсысына салып, қыздар до конца соңына дейін тоқисыздар. Әрқайсысына бет тоқып кете бересіздер. Соңына келген кезінде жаңағыдай соңын тоқисыздар да, бір воздушный петля тоқып, келесі қатарды тура осылайынан тоқып кете бересіздер. Мінекей қыздар қалай шығып жатқанын көрсетіп қояйын. Мына жерлерде кей кезде жаңағы түзу болмай қалып, былай қарай кетіп баратса, қыздар бірінші воздушный петля тоқығаннан кейін көрсетіп жіберейін. Соңын тоқыдық қой. Воздушный петля тоқыдық. Келесі қатарға өтіп, келесі қатарға өткен кезінде мынау тұрған ең бірінші петляны кей кезде тоқымай кетеміз. Содан ол әрі қарай қисаяды. Яғни ол петля кетіп қалады да, мына петля мына жаққа қарай мына алмастығынан. Сөйтіп былайынан қисайып кетеді. Сөйтіп қисаймас үшін сол бірінші тұрған петлядан бастап тоқисыздар. Әрбіріне уже көрініп тұр ғой, қайсысына тоқитын. Осылайынан өздеріңіз қалаған ұзындыққа жеткенше тура осылай тоқи бересіздер. Мына жерлер қазір кішкене тартылып тұр. Жаңа немен үтікпен туралап жіберем сол жақтарын. Мына жерден. Осындай қосылған жерлер қисық болуы мүмкін да, қыздар. Үтікке салып жіберіңіздер, болмаса егерде прям бір петля андай қалып қойған болса, қисық болуы мүмкін. Соған қарап отырасыздар ғой. Осылайша қыздар әрі қарай тоқи бересіздер да. Кейін мен қанша биіктік тоқыдым, оны қазір сіздерге көрсетемін. Тоқып болғаннан кейін егерде мыналардан қисық болып, бір жағы ұзын болып қалса да, уайымдамаңыздар қыздар, өйткені мен осы сумканы қанша рет тоқыдым, қанша тоқсам да менен де тура солайынан бір жағы қисық болуы мүмкін, бір жағы ұзын болып қалады. Мыналар узорлар дұрыс келмей қалады. Әр жерде әртүрлі да, мысалы қараңыздар. Мен бір жіпті мынадай қатты қайта сөккеннен кейін тартылып қалды да. Енді үтіктеп мынадай жинап жатырмын. Келесі сумкаға жетпеген кезінде әрі қарай осы жіпті қосатын боламыз, жетпей қалған жерінен бастап. Сондықтан уайымдамаңыздар. Дұрыс келмей жатса жаңағы сөгіп қайтадан тоқудан жалықпаңыздар, себебі сол тоқыған кезіңізде өзіңізге оңай болады. Сосын тағы да бір айта кетейін, қараңыздар, қыздар, менде узор былай басталып, соңында былай аяқталып тұр. Яғни бір қатар тоқылу керек еді. Сол бір қатар, мынандай бір қатар тоқысаңыздар, мына жағынан сол кезінде мына біткен болып тұрады. Менде мысалға кішкене неғылмай тұр, мына бітпей тұр мына жері. Енді мен оны қазір қайтадан сөккім келіп отқан жоқ, ары қарай тоқып қойдым. Сондықтан қыздар, тоқыған кезінде мынандаймен аяқталатын тоқисыздар ғой. Алдағы видеоларға мен тағы да кішкене көрсетіп қоямын. Оны ортасында қысқа бір видео түсіріп көрсетемін. Сіздерде естеріңізде болсын, Әрі қарай тура осылай тоқи бересіздер. Қанша длина керек, сонша өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Мысалға мінекей мынау былай тұрады.
анау астыңғы жағынан кете береді. Енді біз мынаны жалғастырып былайынан тоқып келеміз да, белгілі бір ұзындыққа келіп, ол былай қайырылып, қайырылғаннан кейін мына астынан мына жерге дейін келу керек қой, осылайынан қайырып, мына былай тұру керек клапан. Мына сумканың аузы осылай жабылып тұратындай болады. Сонда біз біраз тоқимыз әлі. Мына ұзындықтай, осы ұзындықтай тоқыңыздар. Соны белгілеп, бүйтіп қарап отырып тоқи бересіздер ғой. Сосын жеткен жерінде тағы да көреміз. Жетпей жатса қосамыз, жетіп жатса, одан кейін екі бүйірін тоқуды көрсетемін сумканың. Әзірге осы. Әрі қарай жалғастырыңыздар өздеріңіз.